2 мамыр күні Астанада Қытайды зерттеу орталығы ұйымдастырған Қытай және Орталық Азия жаңа форматтағы стратегиялық диалог атты халықаралық семинар аяқталды. Іс-шара Қытай мен аймақ елдері арасындағы өзара ынтымақтастықты тереңдету және ортақ тағдыр қауымдастығының қалыптастыру аясында пікір алмасуға арналған алаңға айналды. Семинарға қатысушылар Қытай мен Орталық Азия елдер арасындағы өзара ықпалдастықтың артып келе жатқанын атап өтіп, экономикалық, білім беру, көлік және мәдени алмасу салаларындағы жаңа өзара әріптестіктің формаларының маңыздылығына тоқталды. Пікірталас барысында бір белдеу бір жол бастамасы аясындағы жобаларды жүзеге асыруға және көп жақты серіктестікті нығайтудың перспективаларына ерекше назар аударды. Семинарға үкімет өкілдері, ғылым және бизнес көшбасшылары қатысқан еді. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хан Чжуньлиннің айтуынша, 2024 жылы екі ел арасындағы тауар айналымы рекордтық 94,8 миллиард ақш долларына жетіп, бастаманың алғашқы кезеңімен салыстырғанда 2 еседен асып өткен. Семинар аясында ынтымақтастықтың негізгі бағыттары да талқыланды. Сарапшылар Орталық Азияның жаңартылатын энергетика саласындағы жаһандық көшбасшысына айналу әлеуетін атап өтті. Жасыл технологияларға көшу маңызды екенін жеткізді. Семинар сондай-ақ әріптестікті нығайтудың алаңы ретінде қызмет етті. Қазақстан мен Өзбекстанның зерттеу орталықтары арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бірқатар сарапшылардың пікірінше, Астанада өткен бұл іс-шара саяси сенімді нығайту, экономикалық ықпалдастықты тереңдету және Орталық Азия мен Қытай арасындағы гуманитарлық байланыстарды дамытуда берік негіздер қабылдады. Сайып келгенде қол қойылған келісімдер мен жарияланған бастамалар бір белдеу бір жол жобасының жүзеге асыру жаңа кезеңінің басталғанын көрсетеді. Бұл бастаманың тарихи отаны ретінде Қазақстан маңызды рөлін атқарып жалғастыра береді.